Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен слайдқа дайын шаблондарды қайдан алу керектігі туралы айтатын боламыз. Ол үшін сіздер Google-ға кіріп, powerpoint.base.com деген сайтқа кіресіздер. Бесплатные шаблоны деп басамыз. Сол кезде шаблондардың түрлі тегін версиялары ашылатын болады. Міне, өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты кез келген шаблонды таңдай бересіз. Сол жақ бөлігінде осы шаблондардың түрлері берілген. Ол жерде мысалы диаграмма түрі, неше түрлі диаграммаларды пайдаланып сіз презентацияны жасайтын боласыз. Слайдтарыңыз өте тартымды болады. Бір пайдаланған шаблонды екінші слайдқа пайдаланбайсыз. Керемет дүниелер жасап шығаруға болады. Одан кейін Word түріндегі де шаблондар бар. Сіздің егер құжаттарыңыз Word түрінде болатын болса, осындай Word түріндегі шаблондарды таңдап жүктей аласыз. Сонымен қатар түрлі сертификаттың үлгілері де бар. Ал енді біз қазір осы шаблондарды қалай жүктеп алуға болатындығы туралы айтатын боламыз. Ол үшін сіз өзіңізге қажетті кез келген бір шаблонды таңдайсыз. Оның үстінен басып, сол шаблонды таңдаған кезде сол терезе ашылатын болады шаблон. Оң жақ бөлігінде әрбір шаблонның номері болатын болады. Мысалы, біз мына осы шаблонды таңдадық, 885 шаблон. Оң жақ бөлігінде кішкене көк түспен жазылған. Сол шаблонның номерінің үстінен басқан кезде сіздің таңдаған шаблоныңыз жүктеле бастайды. Міне бізде жүктеліп бастады. Төменгі сол жақ бөлікте жүктеліп жатыр. Шаблонның жүктеліп болғаннан кейін басасыз «Показать в папке» деп. Енді сіздің таңдаған шаблоныңыз жүктелді. Сол батырманы басып, негізгі бетке жүктеп пайдалана берсеңіз болады. Ол жерге түрлі жазуларды жазып, жаңағы өзіңізге қажетті дүниелерді жасап шығарасыз. Құрметті көрермендер, менің сіздерге бүгінгі берген кеңесім ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.